Burayımız ылғалдылық өзгереді. 50%-тен асқан кезде вентилятор қосылады екен. Төмендетсек төмендейді. Мына 50%-тен асқан кезде вентилятор қосылып жатыр. Төмендеп өзінің ылғалдылық проценттерін көрсетіп тұр. Жоғары көтерсек, көтеріле береді. Автомат түрінде өзі қосылады. Енді мына жерде мынау температураны қыздырып көреміз. Қазір температурамыз көтерілу керек. Оны енді негізі андай шаш кептіретін фенмен ыстық ауа жіберу керек қой. Міне қазір 28-ге ауысты. Бұлай үрлеп көреміз қазір. Көтеріліп жатыр температура. 29 градус болды. Жаңағыдай нені фен, шаш кептіретін фенмен жаңағыдайғы осыны жаңағыдай көрсетуге болады. Температура нақты осы қоршаған ортаның температурасын көрсетеді. Енді екінші бетке өтеміз. Міне қазір міне 28 градуста қызыл 28 градус жаңағыдай көрсетіп тұр температураны. Соның таблицасы. Мынау жасыл жолақ сызықтағы 29 градус деп 29% деп тұр. Ол жаңағыдайғы нені ылғалдылықты көрсетіп тұр. Қазір ауыстырамын. Міне ауысып жатыр. Таблицада өзі құрылып жатыр. 40. Төмендетсек, мына жерден бұраған кезде ылғалдылықты көрсетіп таблица құрылып жатыр. Міне осылай болады.